сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Таразы белгісіндегі жандарға 2023 жылға болжам. Бізде бірінші карта Луна старший аркан. Конфликттің картасы түсіп тұр. Жаңағы біреумен ренжісу, ұрсысу, немесе сіз жайлы артық әңгімелер, өсектер естуіңіз мүмкін. Көп нәрсеге мән бермегенің үшін, себебі артық біреуді әңгімеге тартып, біреуге жамандайтын болсаңыз, ол адамның құлағына лезде жетуі мүмкін. Сондықтан жаңағы артық әңгімеге қосылудың, немесе біреуді жамандаудың, біреуден жаңағы конфликтке шақырып тұрғанның өзінде де жаңағы мән бермеуге тырысқаныңыз үшін. Себебі сіз ол нәрседен ештеңке ұтпайсыз, көңіл күйіңізді, эмоциональный өзіңізді шаршататын боласыз. Туз мечей бір жақсы ұсыныс келеді. Бұл жұмысқа байланысты деп ойлаймын. Бірақ бұл іс бірден жүріп кетпейді. Повешенный, застой. Немесе бір 2023-те бір іс бастайын деп жұмысыңыздың жүретін күтсеңіз, жылдың басында кішкене застой тұр. Повешенный бұл бір жұмыста, істе, отношенияда, кез келген нәрседе бір застой. Мысалы, өзіңіздің ойға қалған ісіңіз болсын, бір жұмыстан, бір қағаздан, бір оқуыңыздан, бір істен жаңа результат күтіп отырған болсаңыздар, сіздерде кішкене застой болады. Біраз уақытқа дейін. Себебі бізде келесі карталар летящая стрела, бір новый проект бастайтын өзіңіздің алға қойған мақсаттарыңыз бар сияқты. Ал алға мақсат қоймаған жандар үшін өздеріңіздің не керек екенін нақтылап алып барып шешім қабылдауға тырысқандарыңыз үшін. Себебі бастаған қадамдарыңыз алдағы уақытта жақсы жүретін болады. Хрустальный дворец жаңағы бастайын деп отырған істеріңізді жарияға жар салып айтудың қажет жоқ, себебі жандарыңыздан қолдаушылар табылмайды. Сіз тек өзіңіз ғана жасайтын боласыз. Бұл іс қолыңнан келмейді, немесе күлуі мүмкін басқа адамдар. Ой, сен жасай алмайсың, сенің қолыңнан келмейді деген сияқты. Өзіңіздің жүрегіңізбен жаңағы интуицияңызға сенгенің үшін, себебі логика алдауы мүмкін сізді. Шешім қабылдарда жүрегіңізге, интуицияға мән берген дұрыс. Жаңағы бастайын деп отырған істеріңіз жүреді, тек жаңағы нақты шешім қабылдап, жаңағы қабылданғаннан кейін қорықпай нақты қадам бастауларыңыз қажет. Летящая стрела бұл еще жаңағы кез келген істің жүруі, застойдан кейін жүруі. Застой кезінде сіз уайымдап қалмай, жаңағы көңіліңізді басқа нәрсеге аудара тұрғаныңыз үшін. Себебі бұл сізге дем алып, күш жинап алуға кеңес береді. Келесі морская волна. Тағы да конфликттің картасы түсіп тұр. Бірінші картада да тоже бізде конфликт болған. Сондықтан қандай да бір адамдар конфликтке шақыратын болса, немесе осы күнде сіз ұрсып ренжісіп жүрсеңіз де, жаңағы әрбір адам Алланың сүйікті құлы ғой. Сондықтан сіз оған жаңағы ренжітіп жатса, жаманшылық жасап жатса, жаманшылыққа жаманшылықпен қарамай, жаңағы Алланың көзімен бір қарап мейіріміңізді төге салып, жүрегіңізде махаббатты, жылулықты сақтауға тырысқаныңыз үшін. Себебі конфликтке беріліп, онымен сіз ештеңке ұтпайсыз. Ашуланып, нервничетіп, ұрсысып қана қоясыз. Сізге бұдан пайда жоқ. Сондықтан оған уақытыңызды өткізіп, жаңағы өзіңізді шаршатпағаныңыз үшін. Өздері бастап ренжітіп жатқан жағдайда үндемей ғана құтылуға тырысқаныңыз үшін. Себебі морская волна көбінде жаңағы сізде ашуланып эмоцияға берілетін болсаңыз, бұл конфликт ушығып кетуі мүмкін. Екінші жартыңыз, әсіресе семейнолар, жұмыс барысында жаңағы конфликтқа жол бермегендеріңіз үшін. Себебі отношенияның біраз уақытқа дейін түзелмеуі мүмкін. Эмоциональный өзіңізге мықты болуға тырысқандарыңыз үшін. Келесі бізде
женщина жаңағы ер азаматтар үшін бұл әйелі болуы мүмкін, екінші жартысы, сөйлесіп жүрген адамы, анасы, қарындасы, әпкесі, яғни сол кісілердің қатарынан сіздерге поддержка өте көп болады. Яғни сырт адамдарға, мысалы, бір іс бастап жатырсыздар, жаңағы новый проект, бір жаңа өмірге қадам басып жатсыздар, осы жақындарыңызға айтуға болады. Сырт адамдарға, достарыңызға айтудың қажеті жоқ. Себебі сіздерді ол кісілер қолдамайды. Жаңағы ал енді әйел адамдар үшін жаңағы екінші жартыңызға өзіңіздің нәзік жанды әйел екеніңізді, сіз ол кісінің жанында әлсіз екендігіңізді көрсетуден қорықпағандарыңыз жөн. Жаңағы важное решение, бір емес бірнеше істер алдыларыңызда тұруы мүмкін, бірақ нақты шешім қабылдап алдыға нақты қадамдар жасауға тырысқандарыңыз жөн. Себебі көп жағдайда дұрыс жолмен кетпей қалуыңыз мүмкін. Сондықтан асықпай ойланып шешім қабылдағаныңыз жөн. Қандай да болмасын істе, жаңағы жеке өміріңізде қабылдайтын шешім болсын, не болмаса жұмыста болсын, қандай да болмасын шешімді асығыс қабылдамаңыздар. Ойланып барып, ол нақты сізге керек па, сол жайлы ойлап алыңыз. Және де әрине жүрек қалауына, интуицияға мән беріңіз. Келесі бізде достижение, духовный рост. Звезда, бұл ешқашанда звезда бізде нашар карта емес. Әрқашанда жаңағы жолыңыздың ашық екендігін, сізге жаңағы қалай айтсам болады, бұл карта түсіп жатса, өзіңіздің звезда екендігіңізді ұмытпағаныңыз жөн. Достижение, духовный рост, жаңағы өздеріңізді духовный дамытуларыңыз керек. Бір творческий бір іс бастасаңыздар да, кез келген істің аяғы жақсы болатындығын айтады. Сондықтан қандай да қиын болмасын, қандай да жаңағы алдыңызда кедергі болмасын, аяғы жақсы аяқталады бастаған ісіңіздің. Және де қаржы жағынан да жақсы результаттарға ие боласыз. 2023 таразылар үшін өте қаржылы жылдардың бірі. Сондықтан нақты шешім қабылдап, таңдаған жолыңызда нақты қадамдар жасауды ұмытпағандарыңыз жөн. Ал енді личный отношенияға келетін болсақ, конфликтқа жол бермегендеріңіз жөн. Және де ер азаматтар үшін, таразылар үшін өте жақсы уақыт. Ал енді қазіргі таңда семейнолар, немесе дұрыс жетіп жүрген таразылар үшін конфликт болып жатса араларыңызда, жаңа конфликтті жаңағы молча дейді ғой, жаңағы эмоциональный, жаңағы өзіңізді ұстау арқылы, мықты болу арқылы көп нәрсені шеше аласыз. Ары қалай ушығып, отношенияны бұзғыңыз келмесе, әрине конфликтке жол бермегендеріңіз жөн. Осымен раскладтарыңыз, болжамдарыңыз бір жылға толықтай аяқталды. 2023 сіздерге тек жақсылығымен кетсін, табысты жыл болсын сіздер үшін. Енді раскладтарыңыз өте жақсы түсіп тұр, таразылар. Үлкен нәтижелерге қол жеткізесіздер деп ойлаймын. Және де лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Үнемі қолдауларыңызды күтемін.